Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сауат ашу негіздері ұйымдастырылған оқу қызметіне қош келдіңіздер. Ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыбы Ö дыбысы мен әрпі. Ұйымдастырылған оқу қызметінің мақсаты Ö дыбысы және оның әріп таңбасымен танысты. Ö дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жасай біледі. Ұйымдастырылған оқу қызметімізді бастамас бұрын шаттық шеңберін бірге айтайық. Күн көзіндей күлімдеп, көңілді болып жүрейік. Қазір болар сабаққа жүректен ақ жол тілейік. Жарайсыңдар балалар, осындай көңілді күймен бүгінгі оқу қызметімізді бастайық. Біздің бірінші тапсырмамыз суреттерден Ö дыбысы естілген сөздерді ата. Сөздерге дыбыстық талдау жаса. Түйе жүрген жер қалай аталады, балалар? Өгіз ненің үстінен өтті? Сөзді буынға бөліп айтыңдар. Енді мына жерде балалар сөздерді дауысты және дауыссыз дыбыстарға белгілеп қойған. Қайсысы өзен сөзі, қайсысы көл сөзі, соны таба қойыңдар. Ö дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Ö дыбысы сөз басында, сөз ортасында келеді. Ö дыбысы өзі буын құрай алады. Ö дыбысы дауысты дыбыс болғандықтан, оны әндетіп, созып айтуға болады. Ö әрпінен келетін сөздерді айтайық. Мысалы, өрік, өзен, өрнек, өркеш, өсімдік, өрмекші, өрт. Балалар, біздің екінші тапсырмамызда сөздерге дыбыстық талдау жаса, Ö дыбысының орнын көрсет деген. Бұл жерде дауысты және дауыссыз дыбыстарға белгілейміз. Балалар, бөрік деген сөзге дыбыстық талдау жасалған үлгіні көрсеттім. Үлгіге қарай отырып, сіздер қалған сөздерге дыбыстық талдау жасай қойыңдар. Бағы ішінде тұрамын гүлдей жайнап, жәудіреген көздерді жүрмін байлап, ерке күнге сүйдірген әсем көркің, қызғалдақтың көз жанын өскен бойлап. Қызыл гүлмін ай, қызықтырдым ай, аппақ гүлмін ай, ардақтымын ай. Қызыл гүлмін ай, қызықтырдым ай, аппақ гүлмін ай, ардақтымын ай. Ö әрпімен таныс бол. О кәдімгі дөңгелек, ал Ö одан сәл бөлек. Мұны да сал ерінбе, белбеуі бар белінде. Ö әрпін балалар жіптен және түрлі қағаздан құрастырған кітабымызда. Ал енді сендер дәл осы Ö әрпін моншақтан, сосын түрлі түсті қағаздан өздерін құрастырып көріңдер. Мен қазір сендерге үлгі көрсетемін. Ö әрпін балалар біз кітапта көрдік қой, енді ақ параққа жасап көрейік. Ö әрпін біз моншақтан жасаймыз алдыменен. Қазір мен сендерге үлгі көрсетемін.
Ө әріпі шықты балалар, қараңыздар. Мен ө әріпі дауысты дыбыс болғандықтан мен қызыл түсті моншақты алдым. Енді түрлі түсті қағаздан алдыменен дөңгелек қиып алдым. Одан кейін сары және көк түсті қиып алдым да оның белбеуін жасадым балалар. Ал бізде ө әріп шықты ма? Балалар, сендер ө әріпін моншақтан, түрлі түсті қағаздан және ермексаздан да жасап көріңдер. Балалар, біздер жаңа ө әрпінің жазба түрімен таныс болдық. Енді сендер дәптерлеріңе ө әрпін алдымен үзік сызықтарын бастырып жазып аламыз да, артынан ары қарай жалғастырып жаза қойыңдар балалар. Балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.